Оқушылар, бүгін сіздермен 8-ші сынып шығару жүйесі мүшелерінің құрылысымен танысамыз. Бөліп шығарудың негізгі орталық мүшесі бүйрек болып табылады. Бүйрек бұршақ пішінді жұп мүше. Бүйректе екі қабат болады. Сыртқы қоңыр қызыл қабат қыртысты қабат деп аталады. Ішкі ашық қоңыр қабаты ми қабаты деп аталады. Сыртқы қабаты бүйректің сыртқы бөлігі, онда нефрондар орналасады. Ішкі қабаты милы қабат. Бұнда пирамидалардан тұрады, олар зәрді жинауға көмектеседі. Нефрон бүйректің негізгі жұмыс бірлігі. Әр бүйректе шамамен 1 миллион нефрон болады. Бүйректің саны мен орналасуына қарай адам ағзасында екі бүйрек болады. Олар бел омыртқасының деңгейінде арқа жақта орналасқан. Бүйректер дененің маңызды мүшесі ретінде зат алмасу процесін реттеп, қандағы зиянды заттарды сүзіп шығарады. Әрбір бүйректің ұзындығы 10-12 см, ал салмағы 120-150 грамм болады. Бүйректердің құрылымы мен мөлшері адам денсаулығына маңызды әсер етеді. Олар тұрақты жұмыс істегенде ағзадағы зат алмасуды қолдайды. Бүйректің негізгі рөлі. Бүйректер ағзадағы зат алмасу үдерістерін реттеуде маңызды рөл атқарады. Ол қаннан токсиндерді, тұздарды және артық сұйықтықтарды сүзіп, оларды зәр арқылы сыртқа шығарады. Бүйрек төзімділікті қамтамасыз етіп, қандағы электролиттердің және қышқыл негіздік тепе-теңдіктің сақталуына көмектеседі. Ми заты мен нефрон. Бүйректің ми заты нефрондардың екінші кезеңі ретінде қызмет ететін кезде, нефрон әр бүйректе шамамен 1 миллион болуы мүмкін. Нефрон жеке бөлшектерден тұрады. Оның ішінде баумен капсуласы, шиыршықталған түтікшелер және генле ілмегі бар. Бүйрек тостағаншалар мен астауы. Бүйрек тостағаншалар мен астауы зәр жинайтын құрылымдар болып табылады. Зәр осы тостағаншаларда жиналып, несеп ағар арқылы қуыққа өтеді. Бұл жүйе ағзадан токсин мен артық сұйықтықты тиімді шығаруға мүмкіндік береді. Бүгінгі сабағымызды қорыта келе, бүйректер ағзадағы сүзу және шығарылу функцияларын орындайды. Бұл дене үшін өте маңызды. Олардың құрылым мен функциялары дененің гомеостазын сақтау үшін негіз болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет.